Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір ғана жұмыртқадан өте жұмсақ болып шығатын сүзбелі печенкалардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамыздың үстінен 4 ас қасық қантымызды саламыз. Кішкене араластырып жіберіп, үстінен шым-шым тұзымызды салып, тағы да қантымыз бен жұмыртқамыз бір-біріне сіңгенше жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 200 немесе 250 грамм творогымызды салып, оның үстінен ерітілген сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Келесі кезекте үстінен ванилимізді салып аламыз, бірақ та бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Кішкене араластырып, үстінен ұнымызға разрыхителімізді салып, жақсылап електен өткізіп, массамызды барлығын бірден емес, 2-3-ке бөле отыра салып, қолдың көмегімен араластырып, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Осы грамда жазылғаннан артығын қоспасаңыздар да болады, өзі жеткілікті, және де жайлап осылай сала отырып шығарамыз. Міне қарап тұрғандарыңызда осылай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығу керек. Енді осы қамырымызды кішкене асты үстіне ұн себелей отыра жұқалау етіп жайып аламыз. Арасында осылай творогтарыңыз араласпай қалса, іртік-іртік болып жүрсе, ол еш нәрсе етпейді. Осылайша жұқалау етіп жайып алыңыздар. Енді кезекте осындай мен бокалдың көмегімен дөңгелек етіп барлығын кесіп шығамыз. Сіздер кез келген өздеріңізде дөңгелек форма болса, осылайша бірақ қатты үлкен болып кетпеуі керек. Кішкентайлау етіп осылай кесіп шығамыз. Шеттерінің барлығын алып, дәл осылардың барлығын жинап болғаннан кейін, оны да жайып, дәл осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Енді гүл тәріздес печенкаларымызды жинап аламыз. 3 дөңгелекті алып, осылай бір-біріне жақсылап жабыстырыңыздар, ашылып кетпесін. Шетінен бастап, осылайша орап бастаймыз. Шеттерін кішкене жабыстырып жіберіп, пышақтың көмегімен дәл ортасынан бөлеміз. Оңай кесіледі, және де осылай қарап тұрғандарыңызда видеода өте әдемі көрінеді. Дастархандарыңызда да қонақ келсе де, өздеріңіздің балаларыңызға жасап берсеңіздер, тағы бір рет көрсетіп жіберейін. 3 дөңгелекті алып, шеттерін жабыстырамыз, орталарын осылай орап шығамыз видеодағыдай. Ортасынан осылайша кесіп аламыз. Шеттерін кішкене видеодағыдай ашып жіберсеңіздер болады. Енді ыдысымызға салып, қызып тұрған 180 градус пеште ровно 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Бетіне ешқандай жұмыртқа жағудың қажеті жоқ, онсыз да осылай қызарып әдемі болып піседі. Піскен печенкаларымыз үстінен сахарный пудра сеуіп, ұсынамыз. Дәмі өте нәзік, жұмсақ болады, бір отырғанда желініп кетеді. Сіздермен болған арайлым.